Кез келген мемлекеттің даму және әлемдік аренада өзінің орнын қалыптастыруы алға қойған мақсатына байланысты екені анық. Себебі, жүйелі әрі сауатты құрылған бағдарламасыз мемлекеттің алға қарай жылжуы мүмкін емес екені сөзсіз. Міне сол үшін де Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін көп ұзамай өте ауқымды әлеуметтік, саяси және экономикалық реформаларды жүзеге асыра бастады. Қазақстан 2030 стратегиясы қашан жарияланды? Қазақстан 2030 стратегиясының мақсаты не? Қазақстан 2030 стратегиясында демографиялық саясат қандай бағыттарды қамтыды? Осы сұрақтарға жауап берейік. Қазақстан 2030 стратегиясы қашан жарияланды? 1996 жылы 8 қазанда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың елдегі жағдай және ішкі сыртқы саясаттың 1997 жылға арналған негізгі бағыттар атты ең алғашқы жолдауы шықты. Бұл жолдауда елбасы ел тәуелсіздігін алғаннан кейінгі 5 жыл ішінде атқарылған саяси экономикалық, әлеуметтік мәселелер туралы жүргізілген реформаларға тоқталып, нақты талдау жасады. 1997 жылы Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасын жариялады. Елбасының 1997 жылы 1 қазандағы Қазақстан 2030 барлық қазақстандықтардың өсіп өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы атты Қазақстан халқына жолдауы ел тарихында мемлекетіміздің нақты даму бағытын анықтаған құжат саналады. Қазақстан 2030 стратегиясының мақсаты не? Стратегияда көзделген мақсат ұлттық бірлікке, әлеуметтік әділеттілікке, бүкіл жұртшылықтың экономикалық әл-ауқатын жақсартуға қол жеткізу үшін тәуелсіз, гүлденген және саяси тұрақты Қазақстан мемлекетін орнату. Сонымен қатар, ұлттық бірлестікті, әлеуметтік әділеттілікті сақтай отырып, халықтың экономикалық әл-ауқатын көтеру. Стратегияның негізгі экономикалық мақсаты еліміздің халық шаруашылық құрылымын жайсыз экологиялық жағдайда бірыңғай шикізат өндіруден экологиялық таза аграрлық индустриалдық елдердің қатарына қосу. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2030 жылға қарай Қазақстан орталық Азияның барысына айналады және өзге дамушы елдер үшін үлгі болады деп атап көрсетті. Қазақстан 2030 стратегиясында демографиялық саясат қандай бағыттарды қамтыды? Елбасы стратегияда ана мен бала денсаулығына жіті көңіл бөліп, тәуелсіз еліміздің демографиясын көтеруде атқарылатын істерге тоқталды. Көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы мөлшерін көтеруді де қарастырды. Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы адам факторын дамытуда ең басты орынға қояды.